Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 122-ші сабақта біз үстеу тақырыбын жалғастыратын боламыз. Балалар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. 7-ші тапсырмада мәтінді оқы дейді. Наралтай мен Нәр ойнап отырып бір-бірінің болашақта кім болатынын сұрайды. Наралтай: мен ғарышкер боламын, айға ұшамын дейді. Нәр: мен де ғарышкер боламын. Сен бүгін айға ұшсаң, мен ертең күнге ұшамын дейді. Сонда Нартай күліп: күннің беті жанып жатқан от қой, оған қонсаң жанып кетпейсің бе дейді. Сонда Нәр: мен онда күннің бетіне түнде қонамын деген екен. Жида Шәкенің жазғаны. Енді мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бер. Ол үшін сенің ойыңша қалай ойлайсың, неліктен сөздерін пайдалан дейді. Мәтіндегі үстеулерді тауып, мағынасын түсіндір, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Алдымен біз сұрақтар ойлап табайық. Мысалы, қалай ойлайсың? Мектептегі оқу үлгерімің болашақтағы мамандығыңа әсер ете ме деген сұрақ қойсақ болады, немесе екіншісіне неліктен күнді жанып жатқан от деп атайды деп қояйық. Ал үшіншісіне сенің ойыңша күннің бетінде түн бола ма деген үшінші сұрақты ойлап табайық. Енді бізге үстеулерді тап деді. Үстеулер дегеніміз білеміз, іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табы. Яғни бұл жерде бізде мекенін білдіретін сөз табы, үстеу бар. Ол дегенің айға, күнге деген сөз. Ал енді болашақта, бүгін, ертең, түнде дегеніміз ол мезгіл үстеуі болып табылады. Енді есімізде сақтайық, қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеулері деп атайды. Мысалы, күндіз оқиды, жаздай демалады. Енді 8-ші тапсырмадағы мақалды оқып жатқа жаз дейді. Ерте шықсаң алдыңнан күн шығады, кеш шықсаң алдыңнан түн шығады. Осы жердегі мезгіл үстеулерді тауып, астынсыз олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Қараңдар, қашан деген сұраққа жауап береді, мезгіл үстеу. Яғни сұрақ қоямыз: қашан шықсаң, яғни ерте шықсаң, яғни ерте деген бұл үстеу. Және қашан шықсаң, кеш шықсаң, кеш деген бұл да үстеу болады. Енді бұл мезгіл үстеулері қайсы сөзбен байланысып тұр? Олар шықсаң деген сөзбен байланысып тұр. Ерте шықсаң және кеш шықсаң. 9-ші тапсырмада сөздердің сыңарын тауып, әр қайсымен сөйлем құрап жаз дейді. Бұрын дегеніміз ол қазір болады, бүгін десек ертең, немесе кеш десек болады. Таң сәріде дегеніміз таңертең айтып тұр ғой, оған кешке дейміз. Ал қысты күні дегенге жазды күні деген жазсақ болады. Енді бұларға сөйлем құрап жазайық. Біз бұрын көп қабатты үйде тұрдық деп жазамыз. Қазір өзіміздің жер үйіміз бар деп жазайық. Бүгін, ертең дегенге бүгін ағамның туған күні дейміз. Немесе былай жазайық: ертең үйге қонақтар келеді дейміз. Астанаға ұшақ таң сәріде ұшады дейміз. Немесе кеш батқанда өрістен малды әжем екеуміз күтіп аламыз дейік. Қысты күні дегенге, қысты күні балалармен шана ойнаған жақсы, жазды күні біз шомылуға барамыз деп жазайық. Енді 10-ші жаттығуда жасырылған сөйлемді таңбаға сәйкес әріптердің көмегімен тауып оқып жаз дейді. Астында мына әріптердің таңбалары жазылып тұр. Біріншісі А-ның теріс қарап тұрған сияқты болып тұр. Ол бізде Б әріпі екен. Екіншісі сегіз сияқты әріп. Сегіз сияқты таңба, ол бізде Ö екен. Үшіншісі А сияқты, бірақ та кішкентай Т тұрған сияқты. Ол бізде Г әріп екен. Яғни бұл жерде бүгінгі күн, ертеңгі тарих деген сөйлем шығады. 11-ші тапсырмада кестені тиісті сөздермен ауызша толтыр және оларды өзара салыстыр дейді. Зат есім, сын есім, етістік үстеу дейді. Тиісті сөздермен зат есімге қандай сөздер жазсақ болады? Мысалы, зат есімге мысалы бала, мектеп, дүкен, қалам, бұлар не және кім деген сұраққа жауап береді. Ал сын есімге біз мысалы көк, жасыл, қызыл, үлкен, дәмді, яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Ал енді етістік дегеніміз ол жүгіреді, тұрады, оқиды, күлімдеді дейді. Ол жерге не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Ал енді үстеу дегеніміз біз кешелі бері өтіп жатырмыз, мезгіл үстеу болады, уақыт үстеу. Бұл жерге біз мысалы ертең, кешке, күндіз, таңда деп жазамыз, яғни қашан деген сұраққа жауап береді. Сөз таптарының ұқсастығы мен ерекшелігін мағынасына, сұрақтарына, қай сөзбен байланысатынына қарай анықта, содан өзің тұжырым жаса дейді. Яғни олардың барлық сөз таптарының
ұқсастықтары барлығы да сөз таптарына жатады, ал өзгешеліктері сұрақтармен білдіретін мағыналары әртүрлі болады, иә. Енді байланысқаны қалай? Зат есім мен сын есім немесе етістік пен үстеу байланысады. Қалай, иә? Мысалы, көк қалам, әдемі мектеп, қайратты ана, үлкен дүкен дейді. Ал немесе етістік пен үстеуге ертең жүгіреді, кешке оқиды, күндіз тұрады, таңда күлімдеді деген сөйлемдер болады, иә. Яғни сөздер бір-бірімен осылай байланысады екен. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.